Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстан шын мәнінде Майданның сенімді арсеналына айналды. Бәрі Майдан үшін, бәрі жеңіс үшін ұраны бұл кезеңде жай сөз емес, бүкіл халықтың өмірлік қағидасы болды. Елдің барлық ресурсы, күші мен еңбегі жеңіске бағытталды. Соғыс басталған кезде Қазақстан экономикасы қысқа уақыт ішінде соғыс жағдайына бейімделді. Республика аумағына көптеген зауыттар мен фабрикалар көшіріліп, олар қару-жарақ, оқ-дәрі, әскери киім шығаруға кірісті. Ауыл шаруашылығы да Майданда азық-түлікпен қамтамасыз етудің негізгі көзіне айналды. Қазақстан көмір, металл, астық өндіруде маңызды рөл атқарды. Соғыс жылдарындағы халықтың әлеуметтік жағдайы өте ауыр болды. Ер азаматтардың көбі Майданға аттанып, тылдағы ауыр еңбек әйелдер мен балалардың иығына түсті. Аштық, жоқшылық, еңбек нормасының қатаңдығы халықтың тұрмысын қиындатты. Соған қарамастан адамдар төзімділік танытып, бірлік пен жауапкершілік көрсетті. Қорытындылай келе, экономиканың соғысқа бейімделуі мен халықтың жанқияр еңбегі ұлы жеңіске жетудің маңызды алғышарты болды. Бұл қазақстандықтардың тылдағы ерлігінің айқын дәлелі.